Құрметті оқырмандар, кітап сүйер қауым, 2021 жылы «Бір ел, бір кітап» акциясы бойынша таңдалынып алынған тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап атты тұрақты кітап көрмесіндегі аударма жанрына тоқталамыз. Аударма жанрына мынандай үздік кітаптар енген. Кеңес Ислямханұлы Юсуп 1941 жылы 30 маусымда Шығыс Қазақстан облысының Таврия ауданындағы Баймұр ауылында дүниеге келген. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет атағының иегері, аудармашы. Колумбиялық жазушы Габриэль Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздық романын аударған. Габриэль Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздық романында Хосе Аркадио Буэндиа атты ақсақал негізін салған Буэндиа әулетінің бірнеше ұрпағының тарихы жайлы баяндалады. Кітап көпшілік оқырман қауымына арналған. Жазушы Бекболат Әдетов сан қырлы талант иесі, Қазақстан журналистикасының ардагері, аудармашы. Неміс жазушы Эрих Мария Ремактың «Аманат өмір» романын аударды. Бұл романда оның бас кейіпкері Лилиан Клерфе арқылы адамның алуан сезімдерін бейнелейді. Ахметов Әділ Қырманжанұлы 23 мамыр 1941 жылы туған. Алматы облысында Райымбек ауданы Нарынкөл ауылы. Филология ғылыми доктор. Агата Кристи ғайып болған миллион әңгімесін аударған. Төлеген Милат 1983 жылы Баркөл елді мекенінде дүниеге келген. Халед Хосейннің «Жарқыраған мың күн» кітабын аударған. Роман соңғы жарты ғасырда әлем назарын өзіне жиі аударған ауған елінің ашық та тұңғиық өмір шындығын, тыныс тіршілігін боямасыз бейнелейді. Динара Мазен, аудармашы, көркем аударма магистрі. Жоан Рулин жазған «Хэри Поттер» сериясының екінші кітабы «Хэри Поттер мен жасырын бөлме» романын аударған. Белгілі журналист Амангелді Құрметұлы Нобель сыйлығының лауреаты Орхан Памуктың «Менің атым Қырмызы» деген романын түпнұсқадан қазақ тіліне аударды. Орхан Памуктың «Менің атым Қырмызы» деген романын оқып жатырмын. Роман нақышкер Зафир Ефендінің жұмбақ бөлімінен бастап алады. Стамбулдың тар көшелерінде суреттелетін оқиға қылмыскерді анықтау әрекетіне ұласатын шым-шытырық хикаямен өрбиді. Кейіпкерлер мен өлілердің иттің, ағаштың атынан сөйлеу арқылы оқиға желісін шиеленістіріп, шығармадағы қылмыскердің кім екендігін табуға тылсым сілтеме жасайды. Бұл романда Памуктың оқиға әрбір кейіпкердің атынан баяндауы қызық көрінді. Мен қарамын, мен шекөремін, мен ағашпын, ең аяғы мені қанішер дейді деп қылмыскердің толғанысын өзін-өзі атына жеткізуі тың тәсіл әрі оқырманға өзгеше әсер қалдырады екен. Және мұнысының бір оқиғадан бір оқиғаға ым-жымы білінбей жалғасып отыруының өзін керемет дүние. Бұл романы үшін Орхан Памук ұлттық романы медалімен марапатталады. Кітап туралы айтылар сөз, алынған әсер өте көп.